Әзірет Әминаның мәңгілік сапарға аттануы. Пайғамбар анасы Әмина ұлымен бірге Мәдинада бір айдай болып, сағынышы мен шерін тарқатқан соң туған туысқандармен қоштасып Меккеге қайтуға бет түзейді. Ұшы қиырсыз шөлде 3 жолаушы, болашақ пайғамбар анасы Әмина, сүйікті ұлы және қызметшісі. Үшеуі де үнсіз, мінген көліктері де олардың көңіл түпкіріндегі ауыр қайғыны бөліскендей аяңдап келеді. Әзіз ана мен ойлы баланың жүрегіндегі қасірет қимас жанмен қоштасу бойларын зілбатпақ пен ауырлық жүктегендей. Қыршынынан қиылған қимасы еске түскен сайын көз жасын көлдеткен. Әминаның көңілдегі уайымды бөліскендей баласы да өксіп қояды. Өгіз аяңмен үнсіз ұғынысып жолдың жартысына келгенде аяулы ана Әмина сырқаттанып қалады. Үмі Айман науқастың үдеп бара жатқанын көріп қатты қорқады. Жеткен жерлері Мекке мен Мәдина арасындағы Әбуа ауылының шетеді. Бір ағаштың көлеңкесіне тоқтап, Әминаны қолтығынан демеп жатқызайын дегенде, кесел меңдеген ол әлі кетіп құлап түседі. Қызметшісі оны дұрыстап жатқызып, жан-жағын қымтайды. Жан тері шыққан анасының басын сүйеп отырған 6 жасар Мұхаммедтің сондағы егіліп жылағанын көрсеңіз. Айнала сүттей ұйыған тыныштық. Қанша уақыт өткенін кім білсін? Әмина көзін ашты. Сол сәтті зарыға күткендей ұлы, қалайсың анашым, деді. Ауруы жанына батса да сездіргісі келмеген ана. Жақсымын, ботам, жақсымын, деді ернін әзер қимылдатып. Сөйтті де тағы да ес-түссіз қалды. Біраздан соң су, деді суылық жатқан күйі. Бала орнынан атып тұрып анасының сұрағанын жеткізді. Әзірет Әмина бір-екі ұрттады да сүйікті ұлына мейірлене қарап ұзақ жатты. Қолынан сипады. Ішіндегі аласапыран сезімді білдірмеуге тырысты. Күйеуінен айырылып бір жыласа, енді жалғызмен қалай қоштаспақ? Жоқ, өмір мен өлім айқасып жатты. Не де болса жазмыштан озмыш жоқ. Маңдайға жазғанды көреді дағы. Бойын әбден дендеген аурудан айықпасын білген қымбаттана соңғы рет бар күшін жинап баласының қолынан емірене өпті де, ей азулы ажал оғынан жаратқанның құдіретімен 100 түйе құрбан етіп құтылған Абдулланың ұлы, Алла алдыңнан жарылқасын. Егер түсімде көргенім рас болса, сен ұлы Алла тағала тарапынан адамзат баласына адал мен арамның айырмасын үйрететін пайғамбар боласың. Сен бабаң Ибрахимнің шын мойынсына білушілік қабілетін паш етіп, соның дінін тамамдайсың. Алла сені әрдайым қолдап, пұттардан, пұтқа табынушылардың зорлық зомбылығынан аман сақтайды. Өмірге келген әрбір мақлұқ түбінде өледі. Жаңа нәрсе ескірмей тұрмайды. Бұл дүниеде бәрі фәни, өткінші. Мен де өлемін, бірақ атым мәңгі жасайтын болады. Себебі артымда пәк періште сынды ұрпағымды қалдырып барам, деп үздіге сөйледі де мәңгілікке көз жұмды. Бұл милади 576 жыл болатын. Арадан ұзақ жылдар өткенде пайғамбарлар патшасы бір омра сапары тұсында Әбуа ауылының үстінен түседі. Сонда анасының қабіріне барып дұға оқып көзіне жас алады. Оның жас балаша жылағанын көрген сахабалар, неге мұнша мұңайдыңыз, уа Расулалла, деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз тұрып, аяулы анамның мәңгілік сапарға аттанардағы хәлі көзіме елестеп, сондағы маған деген мейірімін дәл қазір сезінгендей болып тұрмын, деп жауап береді.